Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бұл видеода картоп пюресін қалай ерекше дәмді етіп дайындауға болатыны жайлы бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен картоптарымыздың сыртын ашып, жақсылап жуып аламыз. Осы картоп пюресін дайындағанда ең маңызды ұстанатын ереже картоптарымызды қайнап тұрған ыстық суымызға пісіретін боламыз. Картоптарымызды орташа отта толықтай дайын болғанша пісіретін боламыз. Картоптарымыздың дайын болғандығын шанышқының көмегімен тексерсек болады. Одан соң суын төгіп тастаймыз, бірақ та барлығын төкпейміз, астында шамамен 1 см су қалуы қажет. Енді дайын болған картопымызға шамамен 1 шай қасық сары майымызды саламыз. 2 ас қасық қаймақ немесе майонез қосамыз. Ыстықтай сүтімізді құямыз. Сүтіміздің ыстық болуы өте маңызды. Сүтімізді құйған кезде барлығын бірден қосып жүрмеңіздер, бөліп қосатын боласыздар. Себебі жаңағы астында 1 см суымыз қалды, көп болып кетуі мүмкін, сүтімізді бөліп қосқанымыз дұрыс. Барлығын жақсылап араластырып, езіп шығамыз. Барлығын осылай езіп алғаннан кейін ғана дәміне қарай тұз қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Ең соңында миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Миксермен араластыру міндетті емес, бірақ та араластырсаңыз, сіздің пюреңіз үлпілдек, орысша айтқанда воздушный болып, күшті болып шығады. Мінекей біздің пюреміз дайын болды, өте нәзік, күшті болып шықты. Сіздер де міндетті түрде осы тәсілдермен дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.